Баршаларыңызға сәлем достар, сіздермен Жібек. Бүгін мен сіздерге үй жағдайында пиццаға арналған қамырдың үйлену жолын көрсететін боламын. Ыдысымызға жылы су құямыз. 1 ас қасық қант қосамыз. 2 шай қасық тұз қосамыз. 1 шай қасық ашытқы қосамыз. Сұйық май құямыз. Барлығын қасықпен араластырамыз. Енді үстінен келесі кезекте ұн қосамыз. Енді қасықпен ұнды араластырамыз. Оның ең алғашқысында азғантай бөлігін қосып, одан кейін қалған ұнды қосып, барлығын араластырамыз. Енді ең соңғы ұнның бөлігін қосып, қасықты ыдыстан аламыз да қолмен қамыр илейміз. Қолмен қамыр илеген кезде, егер де сіздерге қолмен қамыр илеп жатқан ыңғайсыз болса, қолдарыңызға арнайы қолғап киіп алсаңыздар болады. Енді тағы да ұнды қосып, жақсылап, жұмсақ қылып, пиццаның қамырын илейміз. Тез-тез илеңіздер, себебі бұл қамыр мұздап қалмауы қажет. Жып-жылы болуы қажет. Жылы қамырды ыдысымызға қайтадан салып, бетін бешеу пленкамен жауып, жылы жерге 30-40 минутқа қоямыз. Және де бұл қамыр қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр болуы қажет. Қамырымыз көтерілді. Пиццаның қамыры осымен дайын. Өте жеңіл дайындалады. Жасап көріңіздер. Менің дәл осы жасаған пиццамның қамырынан 2 үлкен пицца дайын болып шығады. Пицца өте жұмсақ болады. Егер де сіздер осы видеоны соңына дейін қарасаңыздар, сіздерге видео ұнап жатса, осы видеоға лайк басып, астына комментарий қалдыра кетіңіздер. Егер де және де сіздермен болған Жібек, осы қазір пиццаға бетіне сыр мен қызанақ және де колбасаны қойып, пицца дайындаймын. Қазір сырды үкіштен өткізіп жатырмын. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.